Саламатсыздар ма? Бүгін мен тез дайындалатын печенье пісіремін. Ол үшін маған қажетті заттар: жарты стакан қант, және бір жұмыртқа, кішкене майонез, көз мөлшермен жасаймын, мен көп зат. Кішкене майонез және маргарин. Осы жарты аз. Бәрін араластырып, және кішкене ұнға ас содасы керек. Заттарымды езіп алдым. Оған ұн себелеймін. Ситадан өткізу керек. Ұн қосқаннан кейін бетіне кішкене ас содасын саламыз. Сәл-сәл. Көп болса ас соданың дәмі шығып кетеді. Аз-аз себелейміз. Араластырып, печеньямызды илейміз. Қамырымды илеп болдым. Енді печенье жасауға кірсем. Енді кішкентай шарғыл домалақтап листқа қоямын. Үлкендігін осылай. Печеньенің бәрін домалақтап шықтым. Енді үстінен вилкамен осылай мұжып шығам. Оңай болады, тез піседі. Ең оңай және дәмді шайға печенье. Печеньемнің үстіне вилкамен өткізіп болдым. Бұл печеньені 180-190 және 200 өзіңіздің қалауыңыз бойынша духовкаға қоясыз. Піскен кезде печенье даяр. Печенье пісті. Шайға даяр. Астарыңыз дәмді болсын.